Қандай салат дайындарларыңызды білмей жүрсіздер ме жаңа жылға? Онда бірге дайындайық. Қайырлы күн, құрметті достар. Бізге бір банка кукуруз қажет, бір қияр қажет, 5 жұмыртқа және 7-8 крабовый палочка керек. Барлығын ұсақтап турап аламыз. Бір шымшым тұз қажет және майонез қажет. Сіздер бұрын осындай салат дайындап көрдіңіздер ме? Дайындасаңыздар, комментарийға бөлісе кетіңіздер. Және де менің видеом ұнап жатса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Өте жеңіл салат, 5-10 минутта дайындалады. Жұмыртқаны пісіріп алсақ болды. Барлығын осылай ұсақтап турап аламыз. Және де сіздерде ерекше салаттың рецепттері болса, комментарийға бөлісіп отырыңыздар. Және де келесі видеомда үйде дайындалатын майонездің түрін көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп, майонез жасайтын видеомды өткізіп алмаңыздар. Осылай ұсақталған тағамдарды бәрін басын қосып біріктіреміз дағы. Шымшым тұз салып, үстінен майонез қосып, барлығын араластырып аламыз. Міне бізге керемет салатымыз дайын болды. Қонақтарыңызға да ұнайды деген ойдамын. Рахмет.